Сенің спортсмен роднойың. Братан, ішіне бірдеңе киіп алмайсың ба? Жоқ қой, мына жерден қазір ана Айка, Айдана, Вика дегендер өтеді ғой. Денем сындырып тастаймын ғой аналарды көреді. Магазинге шыққан адам ары қарай больницаға кетеді, сынықшы іздеп кетеді. Магазинге барсаң, суши алып келейін, кола ма бірдеңе? Коласы газировка денсаулыққа зиян. Просто сос, просто. Бол, братан. Братик. Ал, бос саласың, атып алдым. Сөйтем. Жағынан сығып дедім мынандай. Мен құлап барады, үйден көрпе төсегім әкеп, астынан салып бергенсің. Мықтыңдыр, братан. Смел, тұрмын, осындай расстояние ғой. Дос балам той болатын еді да жақында, соған бір классика костюм шалбарларың бар ма? Біз постоянно спортивка кимейміз ғой ондай. Братан, саған кимейді ғой, сендер жыртып жібересіңдер ғой, братан. Дөсіңдер да. Неге арықсыңдар, семірсіңдер сен. UFC-ға шақыртты, рас па? Дана Уайт звондайды ғой. Класстас Дана екен деп, қумаш деп жатса, мен Дана Уайт UFC-дің президентімін дейді. Екі бойға шық, ақшаңды беремін дейді. Сосын, мен ақша үшін денсаулығымды сатпайын деп өшіріп тастаймын ғой. Тренер ұрсады ғой, малсың ба? Дана Уайт звондады ғой. Тренермен қырылып қаламыз ол кезде. Батиялардың әңгімесі. Тұр. Есің алды, КамАЗбен тасып жүріп жатырмын, үйдің алдын бұзып екі бөлмесін қосамын шейін. Тұр деймін. Қуаныш баба, ертең істейікші баба. Күнде жұмыс істей бермей ұйықтайықшы. Мына бір бәлелерге кіріп кетті ғой, дүйсенге звондай қойынды. Ой, папа, қайта көрсете берем ба? WhatsApp-қа крестіп звондай саласың міне. Айқайламай өпті ғой мен. Бір ұрса бересің, айқайлап бірдеңе болса. Тұр кеттер. Дүйсен қалай? Бұлар білмеймін, бұлар ертең кім болады шешесі. Салбырап, шіләңгі ұқсап жүр ғой. Біздің кезімізде поляға шығып мал бағып таңнан кешкен, оны істесе өліп қалатын жар бұлар шешесі. Жақсы көремін ғой. Бол, папа, демалсаң. Қанатқа звонда бір жартысын алып. Бәрін еттен папа, сіз атып ұйықтай тұрыңыз. Антымақ? Ау! Шақырмамаң. Шақырмайсыңдар ғой сендер. Шақырмай үйдіресіңдер ғой. Сенің сұрақ қоя беретін родной. Родной нау не? Родной нау не? Мал соядым. Наға мал өле ма? Ой, біле. Ой, біле өле ма? Родной нау не? Ит қой, ит. Сонда бұл қау бола ма? Ой, біле. Қаппай ма? Родной ана мәмесінен сүт шыға ма? Жоқ, пиво шығады. Күшті ғой пива ма? Родной нау кальян ба? Жоқ, құман ғой, туалетке апарадым. Сонда туалетте кальян шеге ма? Ой, біле. Шекпей ма не? Нойна ит қаба ма? Қаппайды. Қолың жеп қоя ма? Сосын қарны тойып қала ма? Иттер осыра ма? Родной, сонда талда балон өсе ма? Ой, біле. Өспей ма? Жапыс қалған ба? Қимылдай ма? Тал өзі шығарған ба балон? Енді талдың 4 дөңгелегі бар ма? Талдың моторы да бар ғой, талды ескі. Сенің чорт братаның. Екің бестерден сапалақ жеп қалыпсың ғой сен? Сапалақ жеген, жеп қалдым конкретно. Бүйтіп әңгіме айтып тұрмын, бүйтіп қарақ қойым, нечайно шақ етіп бөрді. 15 баласы тұр, просто ұрайын десем. Кешкісін үйіне барып едім, братанымен шықты да, тағы сапалақ жеп қалдым ана жерде. Сөйтіп батяға айтты, заттарды жинап ауылдан көшіп кеттік. Інім двордың алдына шығып келе жатамын ғой. Үш здоровый мужиктер екен. Бергеш дейді. Ей, в смысле бергеш деп қасына бардым да, портмені, телефон, ақша-пақша бәрін бердім де, не алды деп кетіп қаласың ғой. Жаман қыға. Еске айтып, үндемей қалды. Дәң кетіп, беті ішіне кіріп кеткен ғой. Жаман ұрып жатыр екенсің да? Жоқ, менің бетім кіріп кеткен ғой. Врачтар екі жағымнан қысып бетімді әрең шығарып алды. Бір ай, 1,5 ай ма, 3 жылдай ма жаттым. Сен ана екің бесте қайраттан жеңіліп қалыпсың ғой разындарыз. Жеңіліп қалам. Бүкіл ауыл айтып беріп отыр маған. Жоқ, просто мен төбелесейін десең, шын ертең ағасын шақырып келеді, артынан батясы келеді, артынан атасы келеді, үлкен кісілерді әуре қылмайын дедім. Леха, братан ғой, Леха. Бұр осындай латокқа, короче. Біреу қызымен, ана мынау шәңкіздің қызымен қосып латокқа, иыққа саламын, қада жерім ғой, короче. Сөйтем да, тағы 2-3 дос баласы келеді, оларда пырт-пырт қада жерім, лебян кетіп, бәрін жатқызып тастаймын. 1 сағаттан кейін қарасам, латок тоғып қалған ғой адам ғой, короче. Братан, сен мектепте ағай тұрды дейді ғой, 10-шы класста ғой, короче. Қыздардың көзінше сыныптан шығып кетіп бер анау мынау дейді да маған. Ема жынданып кетемін да. Жүрші сыртқа деп есіктен шығарып аламын да. Жақынасың сән қып ұзыннан құлайды. Есіктен ұзын арға қайтып кеткен соң. Қыздардың арманы оған дейді ғой. Смело. Как раз 10-11 оқып жатқан кезде F4 шығып жатады ғой. Мен өзім көчемпиям қасыма жаңағы бақалек, саканай, ташпай бәрін жинап алғанмын ғой. Қыздарға не қой шашты қайырып шоуға бір қызбен кездесуге барамын ғой. Кіре беріс жерде бұқалар күтіп алады ғой мен, типа сол ауылдың бұқалары. Кім қоя сал деймін ғой. Қоймайды. Түсемін да Жигулидің артынан жем шөберін алып алдына тастап кетемін ғой. Кәдімгі бұқалар ма? Кәдімгі бұқалар бар, арқанда қойып просто сүзіп алса өлтіріп жібереді анау. Қалдың